Саламатсыздар ма 11 сынып оқушылары? Бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған 3-ші б-жібіміз балалар. Негізінде балалар меже толқынды оптика бөлімі болу керек. Енді маған оқушылардан келгендіктен осылай мұғалімдер осылай жазған екен балалар. Толқындық қозғалыс және электромагниттік толқындар бөлімі бойынша жиынтық бағалау деген, бірақ ішіндегі тапсырмалар балалар толқындық оптикаға байланысты. Сондықтан бізде жалпы балалар 5 тапсырма берілген екен, осыны бірге талқылайық. Ал бірінші тапсырмадан бастайық. Бізде көлденең және бойлық толқындардың қасиеттерін ажыратып белгіле деген екен. Бойлық және көлденең толқындар мына жерде қайсысына келеді, соған галочкамен белгілейміз балалар. Сұйықтар заттарда тарала алады дейді. Бұл балалар бойлық толқынға кіреді. Газдарда тарала алады. Бұл да балалар бойлық толқын. Толқын бағытына перпендикуляр бағытта орта бөлшектердің тербелісін туғыза алады. Ол көлденең толқын балалар. Толқын бағытына параллель бағытта орта бөлшектердің тербелісін туғыза алады. Бойлық толқындар қатты денелерде де және сұйықтардың бетінде таралады балалар. Бұл бойлық толқындар екен. Ал екінші тапсырмамызда балалар бізде интерференциялық минимум шартын көрсетіңіз деген екен балалар. Бізде дұрыс жауап міне Д вариант екен. Мынау максимум шарт екеуі, қалғандары дұрыс берілмеген формула мынау, бізде минимум шартына жатады балалар. Ал үшінші есепте 1 мм 200 сызық сәйкес келетін дифракциялық торды толқын ұзындығы 640 нанометр жарықпен жарықтандырғанда спектрдің қандай ең үлкен ретін көруге болады дейді. Балалар белгіні жазып алдық, енді өлшем бірліктерін халықаралық бірлік жүйесіне келтіріп алайық. Мына жерде балалар 1-ді 200-ге бөлсек, бізде 0,5 шат, сонда оны миллиметрде -3 дәреже бар. 5-тен қайыратын болсақ, отырды 5 көбейту 10-ның -6 дәрежесі метр деп алсақ болады. Ал нанометрде балалар -9 дәреже бар, өтірді 6-тан кейін қайырайын, сонда 6,4 көбейту 10-ның 2 дәрежені алып тастаймын, сонда -7 дәрежесі метр болады балалар. Енді бізде табыңдар деген максимум. Ең үлкен ретін табыңдар деген максимум. Сонда балалар дифракциялық тордың формуласын жазайық. D синус фи тең болады М лямбда, балалар. Енді бізде максимум шарты бойынша синус фи түрлендіріп алатын болсақ, осыдан М лямбда бөлінген D болады балалар. Ол бізде синус фиіміз бірден кіші сан болу керек, немесе тең болу керек. Енді М максимумның формуласын жазатын болсақ, балалар, бұл да жаңағы мына саннан кіші болу керек. Яғни D бөлінген лямбдадан. Не болмаса тең D бөлінген лямбда. Яғни дифракциялық тордың периодын бөлеміз оның толқын ұзындығына. Ал сол бойынша енді сан мәндерін қойып есептейік. D бізде 5 көбейту 10-ның -6 дәрежесі метр. Оны бөлеміз 6,4 көбейту 10-ның -7 дәрежесі метрге. Ал есептесек балар бізде 0,178 шығады екен. Көбейту 10-ның -7 дәреже жоғарға шыққан кезде балар плюс болып шығады. Сонда +7 -6 +1 дәреже қалады. +1 дәреже деген сөз балар мына санды 10-ға көбейтеміз деген сөз. Сонда 7,8 болады екен. Жауабымыз М максимум ең үлкен реті балар 7,8-ге тең екен. Ал төртінші есебімізде ара қашықтығы 480 микрометр, екі когерентті жарық көздер экраннан 5 метр қашықтықта орналасқан дейді. Экранда қара және ақ жолақтар кезекпен қайталанып отырады. 10 см аралықта 11 жолақ орналасқан дейді. Экранға түсетін жарық толқынының ұзындығын есептеңдер деген екен. Балалар белгіні жазып алдым. Енді өлшем бірліктерін халықаралық бірлік жүйесіне келтірейік. Микрометрде балалар -6 дәреже бар. Өтірді 4-тен кейін қайрайын, сонда 4,8 көбейту 10-ның -4 дәрежесі болады. Өйткені 2 өтір жылжыстырып жібердік. Енді сантиметрді метрге айналдыру үшін 100-ге бөлеміз балалар. 10-ды 100-ге бөлсек 0,1 метр болады. Енді формуласын жазайық балалар. Формуламыз тең болады, дельта x-іміз тең болады балалар. М лямбда көбейтілген L бөлінген D деген формуламыз бар. Осыдан балалар толқын ұзындығымызды түрлендіріп алатын болсақ, дельта x-ге көбейтеміз жаңағы периодымызды, оған бөлеміз М көбейтілген L ұзындығымызды. Ал енді осыған сан мәндерін қойып есептейік. Дельта x-іміз 0,1 метр, көбейтеміз 4,8 көбейту 10-ның -4 дәрежесі метрді. Оны бөлеміз, М бізде 11 жолақ, көбейтеміз L 5 метрді. Ал балалар 0,48-ді 55-ге бөлетін болсақ, бізде дәрежесінің
қайырайын балалар, өйткені 0-ден кіші сандар шығып кетеді. Сондықтан 872 деп алайын. Көбейту 10-ның -9 дәрежесі метр шығады екен. Ол деген сөз балалар, -9 бізде наноны береді. 872 нанометр болады екен. Сонда жауабымыз балалар, толқын ұзындығымыз 872 нанометрге тең екен. Соңғы 5-ші тапсырмамызда 2 құбылыс байқалуда дейді. Бірінші, аспандағы кемпір қосақ, екінші, сабын көпіршіктерінің түрлі түске боялуы. Енді бұл құбылыстарды физикалық тұрғыда түсіндір деген екен. Балалар, жауабын жазып қойдым. Жаңағы құбылыстарды балалар жарық дисперсиясымен түсіндіруімізге болады екен. Заттың жарық сыны көрсеткішінің жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігі жарық дисперсиясы деп аталады балалар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.